Bir kilogram jib жүрген жем көй жеп қойдым ба? Қан шығып кеткен, ауырттым. Ассалаумағалейкум. Балаққасын осындай жағдай болады. Жем көп жеп қойдым ба? Қарным дәу болып кеткен. Көп жүрсе шлангымен аузын тығып көреміз. О, міне шықты. Так, іші керемет болды міне. Шланг кірді. Шығып жатыр әлі. Бірталай шықты вообще. Вообще тыққан сайын шыға береді екен. Ері су аламыз бір жағы. Шықты енді аузына бір дәрі бар құятын. Чемерицка көрсетіп жіберемін фотосын. Соны құйып жүреміз, сосын иток сүйіп жүреміз. Басы дәу өтіп кеткен адамыздар. Результат. Ал тіркеліп қойыңдар, пайдалы ақпарат болса. Лайк бас, комментарий. Осындай дәрі. Осындай дәрі. 1 литр суға 25 миллиграмм дейміз. В общем, осыны қазір аузына құямыз ғой. Аспағымыз жақсы болып кетті, керемет. Қарын кетті. Тамағына зақым алып қалуы мүмкін да, сол үшін құйылады аузына дәрі. 1 литр суға 25 чемерици деген дәрі. Ал сондай нормально сөйтіп тұрмын ба? Бана басынамыз 2050 деген сырғаны. Қарын шыққан ба? Жемейді да. Шөп жеп тұр енді.